أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Biz bugün İmam Şa'rani'nin Lavaqih al-Anvar al-Qudsiyya fi Bayanil Uhudil Muhammadiyya kitabından 25. dersке keldik. Al-Ahdu al-Thani wal-Ishrun 22. өсиет fil mashi ilal masjid mешітке бару жайындағы өсиет. Ухида алейна al-ahdu al-am min Rasulillahи sallallahu aleyhi ve sellem أن نمشي إلى المساجد في الصلوات الخمس وغيرها. Allah елшісі sallallahu aleyhi ve sellem бізден серт алды, бізге өсиет етті. Мешіттерге 5 уақыт намазға және басқа уақыттарда баруға. Не үшін қараңыздар? Линусаллия фиха. Мешітке намаз оқу үшін, басқа нәрсе үшін емес. Барып алып өсек айтып, ғайбат айтып, немесе адамдардың айыбын іздеп, немесе отырып алып тағы да басқа шариғат рұқсат етпеген нәрселермен айналысу үшін емес. Линусаллия фиха деп жатыр. Сол жерде намаз оқуымыз үшін. Ла сияма фил айшаи ва субхи. Әсіресе құптан намазы менен таң намазының уақытында. Яғни бұлар жайында өткені арнайы хадистер келген. Түнде, қараңғыда, зұлыматта мешітке барғандарды қиямет күні толық нұрменен сүйіншіленген деген хадис. Фил лаяли лати ла қамара фиха фи уақти машина илейха. Яғни әсіресе түнде, айсыз түнде, қараңғы болған түндерде мешіттерге бару дейді. وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ. Бұл не үшін? Өйткені мешітте болсын, басқа жерде болсын, жамағат намазының сауабының көптігі үшін деп жатыр. Яғни жамағат қаншалықты көп болған сайын сауап көп болады. Ал жалғыз адамның намазына қарағанда жамағаттың намазы көбірек сауабы. Сол үшін мешітте ең көп жамағат мешітке жиналады. Және үйде жамағатпен оққан адам менен мешітте жамағатпен оққан адамның екеуі де 27 сауапты алады. Бірақ та мешіттің бөлек фазилеті бар, бөлек сауабы бар мешіттің. وَلِأَنَّ النَّاسَ يَمْشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ وَغَيْرِهِ فِي نُورِ أَعْمَالِهِمْ. Не үшін деп жатыр? Және ертең қияметте адамдар сырат көпірінен немесе тағы басқа жерлерден жүрген кезде бұл дүниеде жасаған амалдарының нұрымен жүреді деп жатыр. Яғни бұл дүниеде жасаған амалдарымыз, жақсы амалдарымыз көп болса, сауап амалдарымыз көп болатын болса, ертең қияметте иншалла бізге сират көпірінен өтуге немесе басқа да жерлерден жүруге нұр болады екен сол амалдарымыз, жасаған амалдарымыз. وَعَلَمْ يَا أَخِي أَنَّ الشَّارِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جعل خفة مشي العبد إلى المسجد علامة على صحة إيمانه وكماله. الله أكبر. Қараңыздар. Бауырым білгің дейді. Арасында Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям пенденің мешітке баруы оңай болуын дейді. Яғни егер сізге мешітке бару жеңіл болып тұрса, ұнап тұрса, жақсы болып тұрса, үнемі мешітке барғыңыз келіп тұратын болса, бұны не істеді? Аламатан аля сиххати иманихи ва камалихи. Иманның дұрыстығына және иманның кемелділігіне белгі етіп қойды дейді. Яғни мешітке көп баратын адам не істеу керек? Ол білу керек оның иманы дұрыс және иманы кемел екенін. Ары қарай айтып жатыр, қараңыздар, Алла сақтасын. Ва жа'ала сиқалал маши илейхи аламатан аля ضعف иманихи ва нақсихи ва нифақихи. Ал енді мешітке бару оған ауыр болатын болса, қиын болатын болса, бұны иманның әлсіздігіне және иманның кемшілігіне, бәлки нифақтығына, Алла сақтасын, мұнафықтығына белгі етіп қойды дейді. Қараңыздар. Кама саяти фил ахадис. Бұлардың барлығы жайында хадистерде келеді деп айтып жатыр. Иншалла осы айтқан сөздердің барлығы, яғни бір жай бір даладан, бір ауадан алынған сөздер емес. Әр қайсының дәлел бар. Иншалла хадистер келеді бұл жайында деп жатыр.
Әлбетте, егер адамды сол мешіттен тиятын белгілі бір себептер, үзірлер болатын болса, бұл хадистегі жаңағы ескертулерге бұл кірмей қалады. Өйткені мысалға кейбір мешіттерде өте бір дұрыс емес амалдар орын алып жататын болса, немесе жаңағындай бір, немесе өзінің бір белгілі бір үзірлері болуы мүмкін адамның. Осындай жағдайда бұл нәрсеге кірмей қалады. Фанзур я ахи фи нафсика. Сол үшін бұл кісі не айтып жатыр? Бұл кісі бізге үлкен ереже салып берді. Мешітке бару жақсы болатын болса, жеңіл болатын болса, онда иманың дұрыс, кемел. Ал егер мешітке бару қиын болатын болса, онда иманыңда кемшілік бар, бәлки нифақтық болуы мүмкін. Яғни бізге үлкен бір қағида салып берді. Соны айтып жатыр: фанзур я ахи фи нафсика. Енді сен өз-өзіңе қара дейді. Сен қандай адам екеніңді енді басқа біреу емес, сен өзің жайлы өзің хабар бересің қазір. Фәин ваджаттаха тастаthqilul машия илал масjid. Енді нәпсіңді мешітке баруды ауыр көріп, қиналып атқанын көретін болсаң, фахкум алейха бидъафи иманиха ва нифақиха. Онда өз нәпсіңе өзің иманың әлсіз немесе мұнафықсың деп үкім бер дейді. Ва тахтажу я ахи иля шейхин насихин яслуку бика хатта юхаллисака мин бақая нифақи вал касал. Және сен ұстазға мұқтажсың ондай кезде дейді. Сені осындай мұнафықтықтың қалдықтарынан шығаратын және жалқаулықтан осындай деңгейге, мешітке баратындай деңгейге шығаратын ұстазға мұқтажсың. Саған осыны үйрету керек, саған ұстаз насихат айту керек деп жатыр. Фаруббама якуну алхадису лака ала хиффати машика алхассу фаруббама якуну алхассу лака ала хиффати машика иля алмасjidi иллатан ухра. Енді қараңыз. Жаңа бізге жалпы бір қағида салып берді. Осы қағидаға қарады. Мешітке барғың кеп тұрса, үнемі және бару жеңіл болатын болса, онда иманың дұрыс екенін үкім шығар. Ал егер бару қиын болатын болса, онда иманыңның әлсіз екеніне үкім шығар деді. Бірақ қараңыз, бір адам отырып: "О, альхамдулилля, мен мешітке баруым жеңіл, күніге 5 уақыт намаздан қалмаймын. Альхамдулилля, мен жақсымын" деуі мүмкін. Бірақ бұл жерде ескерту айтып жатыр, қараңыздар. Яғни бізге үлкен замечание беріп жатыр. فَرُبَّمَا يَكُونُ الْحَاثُّ لَكَ عَلَى خِفَّةِ مَشِيكَ إِلَى الْمَسْجِدِ عِلَّةً أُخْرَى. Сенің мешітке баруыңның жеңіл болуы басқа бір себептермен болуы мүмкін дейді. Қараңыздар. Яғни дұрыс, сіз мешітке барасыз, 5 уақыт намаздан қалмайсыз. Таңға да, құптанға да барлығына барасыз. Бірақ мына жақта басқа себеп болуы мүмкін дейді. Қандай себеп? Әсіресе қазіргі кезде көп орын алатын себептердің бірі кәжулусика ма'a жамаатин ятахаддасуна фи ахбари дуния ва уилатиха. Сол мешітте белгілі бір топ адамдардың болуы сияқты дейді. Олар не істейді? Дүние жайлы немесе басшылар туралы әңгімені жібереді. Яғни мешітке барған сайын жиналып алады да, намаздың алдынан немесе намаздан кейін, намаздың соңынан отырып алып әңгіме айтады. Әр бір мешітке кіріп шыққанды, имамдарды, басшыларды барлығын сөз қылады. وَمَنْ عُزِلَ وَتَوَلَّ. Кім билікке отырды, кім биліктен түсіп қалды. وَمَنْ يَصْلُحُ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ. Кім билікке жарамды, кім жарамсыз. وَنَحْوِ ذَلِكَ. Немесе осыға ұқсас. Яғни ғайбат, пайдасы жоқ өсек әңгімелер. Яғни егер сізге мешітке барғандағы ұнап жатқан нәрсе осы болатын болса, онда жаңа қағида жүрмейді ол адамға. فَلْيَمْتَحِنِ الْمَاشِي إِلَى الْمَسْجِدِ نَفْسَهُ. Қараңыз. Енді мешітке барып жүрген адам, ол мешітке бару оңай болатын болса, жеңіл болатын болса, өзін осылай сынап көрсін дейді. Бима лау рахала анху залика шахс. Сол мешіттегі жаңағы адам, сөз айтатын адам, әңгіме айтатын адамдар, сол басқа мешітке кетіп қалса, аллази кана ятахаддасу хува ва ияху ау мата. Немесе сол әңгімелесетін адамы басқа мешітке кетіп қалса, немесе сапарлатып кетіп қалса, немесе өліп қалса дейді ол адам. Фәин хаффа алейхил маши илал масjid. Сонда да мешітке баруы жеңіл болып тұрса, фахуа ли ажли имтithali амриллахи та'ала. Онда міне бұл осы кезде Алла тағаланың бұйырғаны үшін мешітке барып жүр. Ана адаммен әңгіме соғу үшін емес те. Ва аламатун ала иманихи. Және ол оның иманына белгі осы кезде болады деп жатыр. Яғни мешітке баруды жақсы көргендегі мақсат 5 уақыт намаз үшін ғана болу керек. Болды, басқа еш нәрсе емес. Ва илля, ал егер ондай болмаса, яғни жаңағы әңгімелесетін адам кетіп қалған кезде сіз мешітке бармай қалған болсаңыз,
немесе дүниеден өтіп кеткеннен кейін мешітке бармай қалған болсаңыз, фәл амру бил акс, онда керісінше деп жатыр іс. Мешітке барсаңыз да, сізде бәлки иманыңыздың әлсіздігіне, немесе жаңағыдай кемшілікке, немесе тіпті Алла сақтасын нифақтыққа белгілі болуы мүмкін. Wallahu гафурур рахим. Алла тағала кешірімді, мейірімді дейді. Енді осы мешітке баруға насихат еткеннен кейін, үндегеннен кейін осыған қатысты хадистер айтып жатыр. Варауа шейхан ва гайрухума марфуан. Имам Бухари және имам Муслим және басқалар да марфу хадис риуаят еткен. Салатур ражули фил жамаати, адамның жамағатпен оқыған намазы тадуфу аля салатихи фи бейтихи, үйінде жалғыз оққан намазынан, ва фи суқихи, немесе базарында, яғни жұмыс орында отырып жалғыз оқи саған намазынан қарағанда 25 даражатан 25 есе сауабы артық болады. Ва залика, және бұның себебі аннаху иза тавадда'a, бұл пенде егер дәрет алатын болса, фа ахсанал вуду'a, және дәретін кемел деңгейде алатын болса, сүннетіменен, мустахабтарымен қосып, thumma kharaja ila al-masjidi, сосын мешітке шығатын болса, la yukhrijuhu illa as-salah. Қараңыз, бұл жерде шарт, бұның барлығы шартта, толық дәрет алып, және оны шығарып атқан нәрсе себебі, үйінен шығарып атқан себебі illa as-salah, тек қана намаз ғана болу керек. Яғни сіз намаз үшін ғана шығып атсыз, басқа нәрсе үшін емес. Яғни сіз үйден шығып атсыз, әйеліңіз айтты, барып дүкеннен бір зат алып келіңізші, маған бір не керек? Мысалға, азық-түлік керек болды. Жақсы болды ғой, азық-түлік алып келем. Сол шығуменен намазға да кіріп шыға салам дейтін болсаңыз, бұл шарт орындамай қалады. Ал егер керісінше болатын болса, сіз негізгі мақсатыңыз мешіттен шығып атсыз. Содан кейін бірақ жаңағы дүкенге кіре салу екінші орындағы мақсат болатын болса, онда болады. Ләм яхту хутватан. Қараңыз, енді осының жемісі не болады? Сыйы не болады? Әрбір қадамына илля руфиат лаху биха даражатун, әрбір қадамына адамның дәрежесін Алла Тағала көтереді. Ва хутта анху биха хатиатун, және әрбір қадамына Алла Тағала оның күнәсін кешіреді. Ал-хадис. Ва фи риwayatин лил имами Ахмад ва Аби Я'ла ва гайрихима, имам Ахмад және Абу Я'ла және басқалар риwayat еткен хадисте катабаллаху лаху би кулли хатватин 10 хасанатин. Және бұл риwayatта әрбір қадамына 10 жақсылық, 10 сауап. Енді қараңыз, сіз мешітке дейін неше қадам жүріп барасыз, неше қадам қайтып келесіз. Әр қадамыңызға 10 сауап деп отыр. Ва фи риwayatин лил имами Ахмад би иснадин хасанин марфуан ман раха иля масджидил жамаати. Және имам Ахмад риwayat еткен хадисте кімде-кім жамағат мешітіне баратын болатын болса, фа хутватун ямху биха сайyi'atan, оның бір қадамына оның күнәсі кешіріледі. Ва хутватун юктабу лаху биха хасанатун, және екінші бір қадамына оған жақсылық сауап жазылады. Захибан ва раджиан, барғанда да, қайтқанда да дейді. Қараңыз, мешіттен шығып үйге келгенге дейін де сауап жазылады екен, және күнә кешіріледі екен. Раваху айдан ат-Табарани ва Ибн Хиббан фи сахихихи. Және бұл хадисті имам Ахмад қана емес, бұны имам Табарани және Ибн Хиббан да риwayat еткен екен дейді. Варауа Табарани би иснадин хасанин марфуан, және имам Табарани риwayat етті хасан санатпен. Инна Аллаха та'ала ла яғмуру аллазина ятахаллалуна ила ал-масаджиди фи зулами би нурин сати'ин яумал қияма. Жаңағы дәрісіміздің басында айтқан түнде не үшін бару керек? Сол түнде барудың абзалдылығы жайында хадис келген. Расында Алла Тағала мешіттерге қараңғыда, яғни түнде баратын адамдарға жарқылдаған нұрды қиямет күні үйіп төгіп береді дейді. Қараңыз. Ва фи риwayati lahu aydan bi isnadin hasan man masha fi zulmati al-layli ila al-masjidi laqiya Allah azza wa jalla bi nurin yawm al-qiyamah. Және имам Табаранидың басқа бір риwayatында кімде-кім қараңғылықта мешітке баратын болса, Алла Тағаланы қиямет күні нұрмен қарсы алады дейді. Нұрмен жолығады Алла Тағалаға дейді. Варауа Табаранию би иснадин джайидин марфуан ман тавадда'a фи бейтихи фа ахсанал вуду'a. Және имам Табарани риwayat еткен тағы бір хадисте кімде-кім үйінде дәрет алатын болса,
алдында айтып кеттік, иә, бұл дәретті үйден алып шыққан абзал мешітке. Бұны алдыңғы дәрістерде мешіт тазалығы деген тағы да басқа тақырыптарда айтып кеттік. Кімде-кім үйінде дәрет алатын болса, және дәретін толық алатын болса, «Thumma atal masjida», сосын мешітке баратын болса, «Fahuwa zairullah», бұл Алланы зиярат етуші адам дейді. Енді қараңыз, қандай нәрсе айтып жатыр. Имам Табаранидің риуаят еткен хадисінде, «Wa haqqun 'alal mazuri an yukrima az-zaira». Енді зиярат етілгеннің ақысы бар дейді. Зиярат етіп келген адамды құрметтеу. Бұл не деген сөз? Қараңыздар, егер сіздің үйіңізге бір қонақ келетін болса, сіз ол қонақты қалай болса солай қарсы алмайсыз. Сіз ол қонақты құрметтейсіз. Үйіңізге кіріп, үйіңізден шығып кеткенге дейін үйдегі барлық жақсы тамақтарды қойып, жылы жүзбен, және оны бір қуанышпен, және келгеніне қуанғаныңызды көрсетіп, қасында отырып, жақсы бір жылы әңгімелер айтып, егер бір басында бір қиыншылығы болатын болса, оған сабырлық айтып, осындай бір жақсылықтармен қарсы аласыз да. Міне айтып жатыр. Енді сіз Алла тағалаға зияратпен барып жатсыз, мешітке барсаңыз. Сол кезде Алла тағаланың сізді құрметтемей жіберуі мүмкін бе? Міне осыны айтып жатыр. Зиярат етілгеннің ақысы бар, зиярат етіп келгенге құрмет беру деп жатыр. Яғни қонағысыз сіз Алла тағаланың. Қалаған дұғаңызды мешітке барыңызда жасаңыз, Алла тағала дұғаңызды қабыл алады иншалла. Бірақ шарты жаңағындай. Мешітке тек қана намаз үшін, зікір үшін, дұға үшін бару керек. Варау ибн Мажа марфуан, және Ибн Мажа риуаят еткен хадисте, «Ман хараджа мин бейтихи иля салати», кімде-кім үйінен мешітке шығатын болса, фақал, сосын бұлай деп айтатын болса, қараңыздар, өте жақсы керемет дұғалардың бірі. Бұл дұғаны жаттап алып, егер мүмкін болса арабшасын, немесе мүмкін болмаса қазақша, тым болмаса қазақша мағынасын жаттап алып, айтып жүрсе өте керемет дұғалардың бірі. Аллахумма инни ас'алука бихаққи саилина алейка. Я Раббым, сенен сұраушылардың ақысымен, яғни барлық сенен сұрап дұға жасап атқан адамдардың ақысымен сұраймын дейді. Ва бихаққи мамшая хада, және осы мешітке бара жатқан жүрісімнің ақысымен сұраймын. Фа инни лам ахруж ашаран вала батаран, өйткені мен өргөкірекпен немесе тәкаппарлықпен шыққан жоқпын үйден. Вала рияан вала сум'атан, сум'амен де риямен де шыққан жоқпын үйден, яғни біреу көрсін деп мақтасын деп шығып атқан жоқпын үйден. Харажду иттиқаа сухтика, сенің ашуыңнан сақтанып қорқып шықтым. Ва битиғаа мардатика, және ризалығыңды қалап шықтым. Фа ас'алука ан ту'идани минан нар, және мені оттан құтқаруыңды, оттан сақтауыңды сұраймын деді. Ва ан тағфира ли зунуби, және менің күнәларымды кешіруіңді сұраймын. Иннаху ла яғфиру зунуба илля ант, өйткені күнәларды тек қана сен ғана кешіре аласың, басқа ешкім кешіре алмайды. Осы дұғаны айтатын болса не болады? Илля ақбалаллаху алейхи биважихихи, Алла тағала, қараңыз, мына жерде сондай нәрсені айтып жатыр. Алла тағала жүзімен оған қарайды дейді. Яғни бұл жердегі мағына, сіз біреуден бір нәрсе сұраған кезде ол сізге теріс қарап тұрса, немесе бір жартылай қарап, жартылай қарамай тұрса, сіздің сұрағаныңызды беруі мүмкін, бермеуі мүмкін. Тіпті берген күннің өзінде де қалай болады? Бір толық болмауы мүмкін. Ал енді ол адам сізге толық келбетімен, жүзімен бұрылып өтегеніңізді толық өтейтін болса, бұл ол тараптан сізге деген үлкен бір құрмет болады. Міне мына жерде осы мағынаны айтып отыр. Алла тағала оған не істейді? Дұғасын міндетті түрде қабыл алады деген мағынада. Вастағфара лаху саб'уна алфа малакин, және 70,000 періште оған истиғфар айтады дейді. Қараңыздар. Не деген керемет, не деген ұлы нәрсе. Қала Тирмизи вал батару әл-идләжу фил ашар. Яғни жаңа хадистегі сөздерді анық нетіп жатыр, шарықтап жатыр. Мына жерде лам ахруж ашаран вала батаран деді ғой. Батар деген сөзді түсіндіріп жатыр. Батар деген сөзіміз Алла тағаланың нығметін үйіп төгіп алып, және қалай болса солай жұмсау. Рұқсат етілмеген жақтарға жұмсау. Осыны батар деп айтады екен. Әл-идләжу фил ашар. قال الجوهري, және имам Джауһари айтқан екен, әл-ашар вәл-батар бимағна вахид, валлаху а'лам. Екеуі бір мағынада деген, яғни ла ашаран вәла батаран деген сөздер. Валлаху а'лам ва ахиру дa'ванан алхамдулиллахи раббил аламин. Нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука натубу илейк.